Қазіргі кезде көпшілігімізге тұрақтылық сезімі жетіспейді. Бойымызда үрей, қауіпсіздік, жайлылық сезімін жоғалтып алғандай күй кешетініміз рас. Өзімізге қауіпсіздік, жайлылық сезімін ұялату үшін осы практиканы жасауға кеңес беремін. Сонымен техника менің жайлы орным деп аталады. Барынша ыңғайлы жайғасып отырыңыз немесе жатыңыз. Көзіңізді жұмыңыз. Денеңізді босатуға тырысыңыз. Ол үшін барынша назарыңызды өз деміңізге бұрыңыз. Біркелкі және жайбарақат тыныс алыңыз. Ішпен демалыңыз. Біз ұйқыда жатқан кезде, яғни барынша босаңсу күйде болғанда, дәл осылай тыныс аламыз. Сыртқы ортамен байланысқан нүктелерді сезінуге тырысыңыз. Мәселен, отырғанда арқаңыз, аяғыңыз, астыңыз тиіп тұрған жерлер, немесе жатқанда төсектің беткі жағы дегендей. Киімдеріңізді сезініңіз, қалайша денеңізге тиіп тұрғанын. Ішкі жан дүниеңізбен сыртқы әлемді көруге тырысыңыз. Ауаның қалайша мұрныңыздан кіріп, ары қарай тамағыңызға өтіп, одан өкпеңізді толтырып, одан ары ішіңізге дейін барғанын және қайтадан дәл сол жолмен сыртқа шығып жатқанын, қолдарыңыз, аяқтарыңыздың, бүкіл денеңіздің қалайша босаңсып жатқанын сезініңіз. Енді өз ішіңіздің ең тереңіне үңіліңіз және өзіңізге жайлы деген жерді немесе орынды іздеп табыңыз. Сол жерді көз алдыңызға елестетіңіз. Ол жерде сізде барынша жеңілдік, бойыңызды жақсы, жайлы, жайбарақат, денімді және өзіңізді қауіпсіз сезінесіз. Бұл бәлкім көлдің жағасы болуы мүмкін, немесе таудың бір бөктеріндегі бір үй болуы да мүмкін, немесе қаланың бір пәтері болуы да мүмкін, немесе бір саялы бақтың іші болуы да мүмкін. Яғни кез келген жер болуы мүмкін. Әдетте бізді табиғат аясы ғана жанымызға тыныштық сыйлайды. Бірақ кей адамдарда басқаша болуы да мүмкін. Енді жан жағыңызға қараңыз. Бұл қандай жер? Алдымен жан жағыңызға, одан кейін әрбір бөлшекке мән беріп қараңыз. Сол жерде өзіңізді түртіп көріңіз. Жып-жылы құмды немесе жып-жұмсақ жамылғыны ұстап, сезініп көріңіз. Барынша сол кеңістікке еніп кетуге тырысыңыз. Өз сезімдеріңізді сол жерге ауыстырыңыз. Сол сәтте, сол қалыпта бола тұрыңыз. Ішкі жан дүниеңізде қалайша тыныштық пен жайбарақат сезімі орнағанын сезініңіз. Сізге ол жерде бәрі қауіпсіз, тыныш, сізге жақсы, жеңіл, жағымды, жайлы, ең бастысы сенімді. Соның
барлығын денеңіздің әрбір клеткасы арқылы сезініңіз. Енді сол жағдайдан әбден дайын болған кезде кері қарай қайта бастаңыз. Алдымен өз денеңізді сезініңіз. Қалайша денеңізбен қоршаған ортаны сезінудесіз. Отырған, жатқан жеріңізді, қалайша ауаны мұрын арқылы тартып алып, оның ары қарай жылжығанын сезініңіз. Дайынсыз ба? Олай болса, көзіңізді ашыңыз. Қазір өзіңізді қалай сезінудесіз? Енді бұл жайлы орын, ылғи да сізбен бірге. Өзіңіз қажетсінген кез келген уақытта ол жерге оралуыңызға болады. Қалай? Сезімдеріңізбен бөлісе аласыз ба? Ұнады ма? Ұнаған болса, неліктен ұнады? Өз ойыңызды пікірде қалдырып кетіңіз. Және ұнаса, лүпіл басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Көріскенше күн жақсы болсын. Сіздермен бірге болған пайдалы психология арнасы.